Кеше 5-ші күні балдардың бәрі сабақтан келгеннен кейін отырдық та 2 күн демалыс қойшы не істейміз үйде деп балдарды машинаға салып алдым да оның үстіне дейтін нағашы телефон соққан ғой балдарға келіңдер Құлсарыға билет неге киноға билет алып беремін келіңдер деп біздің балдардың құлағына тиді де кеттік мама кеттік дейді. Соған дейтін заправкамды полный қылып заправка жасап алдым да аяқ дейтін күн дейтін қара балшық аяғымызға поды киіп алдық та осылай ішінде ерігіп тұрмын бензин толғанша жаңағы заправканың ішінен фотоға түсіріп сөйтіп тұрмын да тайдық ортадан жолдан балдар сұрап келгенде қарнымыз ашты дейді. Балдарды қой құрсын тамақтандырып алайын деп неге келіп дастұрға келіп бәріне тамақ беріп алдым. Содан өзім бір стақан шай іштім. Содан аман-есен Құлсарыға келіп шай ішіп апамен шай ішіп алдық та бәріміз кино қарайын деп отырдық. Аяқтарымызда балдардың менің бәріміз аяғымызда бархандарский под киіп алғанбыз ғой бәріміз. Енді дейтін балшық дейтін күйі жоқ, бірақ артқа дейтін жаңағы не етіктерімізді жуып тазалап ысқитып коробкаға салып бәрін алып шыққанбыз ғой. Солардың бәрін балдарға айтып жатырмын, құрсын аяқ киімдерімізді шешек ұят болар, құрсын не бархандар ұқсамай кино қарамыз ғой қазір, эстетика сақтайық деп. Соған бәріміз подийларымызды шештік те арттан дейтін бір-бірден кроссовкамызды киіп алдық. Құрсын ұят болар енді, құрсын не күн балшық болғанмен неге киноға кіргенде қазір подимен кірмейміз ғой деп қайта алып шыққаным жақсы болды. Ұмытпай бар ғой, үйден бар ғой, бәрін жуып тазалап аппақ қылып осылай салып алғам ғой. Содан бәріміз дейтін мына немізді бір-бірден кроссовкамызды киіп алдық та аяғымызға киноға бастық. Мә киноға келдік. Мен мына жерде қате жазып қойдым, үй алам екен ғой, мен керісінше жазып қойғам ғой. Содан мына жерге келіп киноға келіп жайғастық. Мә керемет сезім андай бар ғой, вообще киноның дейтін бар ғой, андай айта алмаймын вообще бар ғой. Басында күлдік, артынан жыладық, күлдіріп тұрып жылатады өмір деген сияқты болып кетті ғой, кәдімгідей бар ғой. Мә керім болды мына жерде, қыздар кино бар ғой, күшті болды. Соған бәріміз мына жерде отырып жайғастық, киноның несіне залына келіп жайғастық. Содан біріміз светті сөндірді, тарс етіп сөндірді, кино басталды. Содан қыздар, именно осы киноны қарауға сіздерге кеңес берем. Бұйырса дейтін тағы да алға қарай осылай киноларға барып тұратын боламыз, балдарымды апарып осылай. Вообще кинодағы сезім бөлек екен. Үйден телевизордан, ютубтан қараған бөлек, кинотеатрдан қараған бөлек. Мына жерде апам бар, мына жерде орамалдардың ар жағындағы сестренкам. Сонымен бәріміз дейтін киномызды қарап алдық та, мына жерде шықпадық кинодан. Мен бүйтіп айтып келатым, мына жерде қыздар киноға келуге советую. Бірінші басында күлдік, одан артынан жыладық деп айтып жатырмын да. Кино действительно бар ғой, маған андай күшті сезім берді бар ғой. Балдардың бәрі шығып жатыр, мама келесе тағы да келейікші, тағы да күшті кинолар шығып жатыр, соларға келейікші деп, көреміз деп. Мына жерде сестренкамның балдары бар, менің 4 балам бар, сестренкамның 3 баласы. В общем, бәріміз ақтабан шорында болып мына жерде шықпадық бәріміз. Соған дейтін сыртқа шыққаннан кейін бүйтеді балдар. Не сөйтіп жүргенде айтпақшы, біздің дәулет бір блогерді көріп қалды да, осы Құлсарының блогер екен. 58 мың ба білмеймін, 580 мың ба бірдеңе подписчигі бар. Соны көріп қалды да, мама соны фотоға түсейін ба, бар қасына барып түсіп алшы дедім. Соған барды да қасына барып фотоға түсіп алды. Ол постоянно сөйтіп блогерлерді көріп қалды да, Құлсарыға келгенде. Мейрамбек блогерді көріп қалды білді. Сонымен фотоға түсіп мәз болып жүр ғой әйтеуір. Ана жерде тұр, Рамс кофенің қасында тұр. Мына жерде апам түсінбей жатыр, не болды кім деп. Соны сыртқа шығып алдық та бәріміз тұрмыз, мына жерде не істейміз, қайда барамыз, не ішеміз, не жейміз. Балдар пицца жейік, донер жейік дейді. Соған бірімізде жақсы жүрмін, мен Құлсарыны білмеймін, ал біздер апарыңдар, қай жерге жүр дейсіздер, арттарынан еріп отырамын деп. Сестренкам бір машинамен жүр, мен бір машинамен жүреміз, шүкір. Соған екеуміз 2 машинамен алдық. Мына жерде айтып жатырмын, енді кинодан шыққаннан кейін сезімді жеткізе алмай жатырмын ғой. Соны қараңдар міндетті түрде деп бәріне айтып жатырмын. Соған отырып қалдық та, балдарды отырғызып, мен өзім отырып алдым да, екеуміз сестренкам 2 машинамен бастық. 7-ойда Рамсес дей ма? Сайранс дейтін не бар екен, донер центр бар екен, соған бардық да, сықитып бәріміз донер жедік. Міне Сайрансқа келіп жатырық, мына жерде балдардың бәрі қарындағы ашып қалған. Ненің ішіне, кинотеатрдың ішіне алайық десек бар ғой, мама ужас қой бағалар дейтін. Бір түйір құтақандай лейстің өзі 1000 теңге дейді. Қой жақсы құттай шыдаңдар енді деп, кино біткеннен кейін бір жей келерміз деп. Соған мында келіп бәріміз қопыр болып мына жерде неге тамақ жеуге келіп жатыр. Мына палау центр екен, айтпақшы, донер центр емес қыздар. Соған палау центрге келіп, давай палау жейік деп. Соған бәріміз келдік. Уже келсек ішінде ешкім жоқ бар ғой, андай күшті іші дейтін.
тып-тыныш жерде өзіміз улап-шулап балдар ана столға отырды, біздер мына столға отырдық, әйтеуір дейтін әрбір столда бақыттан басымыз айналды ғой мына жерде дейтін ненің жаңағы палау центрдің ішінде өзіміз басымызға көтеру жоқ қой. Содан келдік де мына жерге келіп ана жерде витринада дейтін торт тұр екен, соны сестренкам айтып жатырмын, шай алайық, андай не фруктовый чай ма ташкент чай ма бірдеңе алайық, сосын мына жерде дейтін не торт бар екен, сол торттан алшы деп сөйтіп айтып жатырмын да. соған бір мезде палау келді, енді дейтін палаулар дейтін астындағы күріштер бәрі ұнады, бетіне еттерін бар ғой андай салатқа тураған ұқсап салаң қылып турап тастаған ғой, бірақ енді сонда да жедік. Палаудың дейтін дәмі күшті екен, күшті вот кәдімгі дейтін бар ғой андай өзбектердің палауы сияқты, в общем ұнады. Сонымен бәріміз дейтін балдар біздер палау жедік, мана тортты алдық, айтпақшы чизкейк киндер торт па бірдеңе, сонымен шайға соны алдық. Содан кейін барып не алдық балдарға, содан кейін өзімізге 2 пицца алдық, балдарға бір донерден алдық. В общем, сонымен әңгімемізді айтып үшеуміз апалы сіңір көптен басымыз қосылмаған, ананы айтып мынаны айтып бірталай әйтеуір ойымызда жүрген әңгімелерді айттық. Алға қарай болашақта бір жасайтын жоспарларымыз бар, соларды әңгіме қылдық. В общем, күшті болып қайттық. Сөйтіп демалып мына жерде айтып жатырмын, мен плов керім екен деп. Мынау не торт десем, сол маған сестренкам айтады, ол өзі торттың несін жасайды ғой. Сонымен кондитерский жасайды. содан дейді торттың бәрін біледі. Мына жерде дейтін пиццаны көрсетіп жатырмын, мақтанып, міне деп балдар уже жеп тастаған нелерін. Соны сөйтіп жатқанда бір мезде мана інім бар ғой, балдардың нағашысы. Біздер өзіміз үйде 3 қыз бір ұлмыз, иә. Жалғыз түйір ініміз, 2 үлкен апам бар, содан кейін менен кейін інім, содан кейін қарындасы міне сіңлім. Соған інім кіріп келатыр, қалай кино, осы інім бәрімізге билет алып берген, қалай кино қалай болды, күшті болды ма деп бәрімізге. Мына жерде айтып жатыр, құрсын бәрі үшеуің отырып бір тәлік плов жеп отырсыңдар ма деп, соны күліп тырқылдап. В общем, күшті демалып қайттық.